Ассалаумағалейкум құрметті көрермен. Егер хабарды толығырақ білгіңіз келсе, біздің арнамызға жазылуды және де бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыз. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Тамара Дүйсенова зейнетақы қалай өсуі мүмкін екенін айтты, деп хабарлайды Массагет тілшісі. 2023 жылғы 1 қаңтардан 2027 жылға дейін ең төменгі базалық зейнетақы мөлшерін ең төменгі күнкөріс деңгейінің 57%-нан 70%-ға дейін, ең жоғары 100%-дан 120%-ға дейін жеткізу жоспарланып отыр, деп түсіндірді еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Тамара Дүйсенова Сенатқа әлеуметтік кодекстің таныстырылымы барысында. Оның айтуынша, оған дейін базалық зейнетақы мөлшері орта есеппен 51%-ға дейін көтеріледі. Бұл ретте базалық зейнетақының орташа мөлшері жыл сайын шамамен 13%-ға өседі, және бұл барлық 2 миллион зейнеткерге әсер етеді. Ұсынылған шаралар 2025 жылға қарай жиынтық зейнетақы орта есеппен 27%-ға арттыруға мүмкіндік береді, деді министр. Бізді бақылауды жалғастырыңыз, және де бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыз.